嗨，大家好，欢迎大家来到我的 YouTube 频道，我是你们的汉语老师 Nicole。Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің Қытай тілі бойынша мұғалімдарыңыз Nicole. Бүгінгі сабақта біз кеденнен өткен кезде же кездесетін толтыратын бланк жайлы айтамыз. Алдыңғы сабақта біз кеденде же қойылатын сұрақ пен жауаптар жайлы айттық. Ал бүгін осы кеденнен өткен кезде же толтыратын бланкілердегі сөздер жайлы айтамыз. Экранға мұқият қарап отырыңыздар. Негізінде кеденнен өткенде осыған ұқсайтын бланкылар толтыру қажет болады. Қытай тілінде мына бланкілердің үстіндегі иероглифтар қандай мағынаны білдіреді? Әзір осы бойынша айтатын боламыз. Бірінші экранда көрсетіп тұрғандай, бұл көп жағдайда бірінші кездеседі. Қытай тілінде бұны син деп оқылады. Син деген қазақ тілімен айтқан кезде өзіңіздің фамилияңыз, болмаса сіздің тегіңіз. Син. Ал келесі аты жөніңіз. Қытай тілімен айтқан кезде мин. Екінші тон болып тұр, соңғы ың жоғары қарай көтеріп оқисыздар. Ал келесі бізде жоңжен мин деген сөз, ол әкеңіздің аты. Кейбір кісілердің документтерінде болады, кейбір кісілердің документінде болмайды. Ол өзіңіздің документіңізге байланысты. Егер болмаса, толтырудың қажеті жоқ. Жоңжен мин. Сіздер толтырған кезде паспорттарыңыздың ағылшын тіл бойынша толтырсаңыздар болғаны. Келесі бізде туылған жері. Чушэнди. Чушэн деген туылған дегені мағынаны білдіреді, ал ди деген жер дегені білдіреді. Туылған жеріңіз. Келесі туылған күніңіз. Чушэнричи. Ал біз Қытай тілінде осындай жыл, ай, күнді толтырған кезде біз жыл, ай, күн деген реті бойынша толтырамыз. Бірінші міндет түрде жылды жазасыз, сосын ай, ең соңында күн болады. Нен дегеніміз жыл, үй дегеніміз ай, рі дегеніміз күн. Нен, үй, рі. Ал келесі бізде жиі кездесетін азаматтық. Годжи. Ал келесі бізде қайсы топқа жатасыз, бізде жоңцу. Егер азиялық болсаңыз, онда яжо дегенді белгілеп кетсеңіз болды. Болмаса ағылшын тілімен толтырсаңыз да болады. Ал келесі бізде синбе дегеніміз біздегі жыныс. Мысалы, нән ер адамдар таңдайды. Нән, егер әйел адам болсаңыз, нү деген жерге белгілеп кетесіз. Нү. Келесі паспорт номер Қытай тілімен айтқан кезде ху жау хау ма. Ху жау дегеніміз паспорт алдында айтып кеткенбіз. Хау ма дегеніміз номер. Паспорт номер ху жау хау ма. Келесі бізде ху жау чен фа ди. Бұл паспортты берген жер. Ол жерде көп жағдайда паспортыңызда жазылып тұрады, негізі сол бойынша жазсаңыз болды. Келесі бізде хаңпан хау ма. Хаңпан дегеніміз рейс, хаума дегеніміз және де номер. Рейс номеріңіз, ол көп жағдайда қолыңыздағы билетте болады. Хаңпан хау ма. Келесі бізде мудиди дегеніміз сіздің баратын жеріңіз. Бәлкім Пекин, бәлкім Шанхай. Ағылшын тілімен жазсаңыз болды, сол жеткілікті. Мудиди. Келесі бізде Жеуден минчэн. Жеуден дегеніміз қонақ үй, алдында үйреніп кеткенбіз. Егер алдыңғы сабаққа қатыспаған болсаңыздар, міндет түрде осы ссылка бойынша алдыңғы сабаққа өте алайсыздар. Жеуден
қонақ үй, 名称 атауы, қонақ үйдің атауы. 酒店 名称. Келесі бізде провинция. 省 деп оқылады. Келесі пошта адресіңіз. 邮寄地址 邮寄地址. Естеріңізде сақтап алыңыздар. 邮寄地址дегенде, мысалы, посылка болмаса бір документіңізді жіберген кезде қолыңызға тиетін адресті жазасыз. Ал келесі бізде 电子邮箱. Ал бұл дегеніміз электрондық пошта. Бұл электрондық поштаңыз. Келесі бізде телефон номер. 電話号碼. Келесі бізде өзіңіздің қолыңыз. 签名. Келесі бізде сол күнгі күн. 当日日期. Келесі бізде бару мақсатыңыз, болмаса келу мақсатыңыз. 出行的目的. Алдында айтып кеткенбіз, негізі жиі кездесетін 3 мақсат. Біреуі 旅游, саяхат, екіншісі оқу, 上学, және біреуі командировка, 出差. Алдында айтып кеткенбіз, егер көрмеген болсаңыз, алдыңғы сабаққа өтіп тыңдауды ұмытпаңыздар. Қайсына сәйкес келесі, сол жерге белгілеп кетсеңіз болды. Келесі бізде 随行家属人数. 随行家属人数. Бұның мағынасы, бәлкім сіз саяхаттаған кезде жаныңызда жаңағы отбасы мүшелеріңіз бірге жүр. Бұл жерде сол отбасы мүшеңіздің санын жазсаңыз болғаны. Жақсы, осы жоғарыдағы көрсеткендей, кеденнен өткен кезде жиі кездесетін бланктағы жиі жазуға тиісті ақпараттар. Міндет түрде жаттап алыңыздар. Сонда келесі жолы кеденнен өткен кезде қиналмай өтесіздер. Жақсы, біздің сабағымыз аяқталды. Егер де сізге менің осы сабағым ұнап жатса, осы видео сізге ұнап жатса, міндет түрде тіркеліп, лайк басып, достарыңызға айтуды ұмытпаңыздар. Сіздердің маған тіркелгендеріңіз маған ең үлкен қолдау. Міндет түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы, онда сау саламат болыңыздар. 再见